Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай? Бүгін осындай Enros деген брендинг жасаған екен, соның логотипін қайталаймыз. Өздері қалай жасаған көрсетіп қойған екен, дәл солай жасап көреміз. Бұлайнан линияларды қойып аламыз. Қанша? 4. 3, 4, 5. Мына жерде 5 болып тұр. Ctrl-G дейміз, қосамыз, Ctrl-S, Ctrl-F дейміз, айналдырамыз. Сөйтіп, ауамызды центрге осылай қойып қоямыз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз, бағана көтеріп қоямыз. Тағы бір круг создать етіп аламыз, осылай. И осы жерге сәл жылжытамыз. Мына жерде тоже копировать етіп қойып қоямыз. Сәл төменге қарай жылжытамыз. Осылай жылжыта береміз. Осының бәрін белгілеп аламыз. Мына жерден осы кнопканы қойып жасаймыз. Пока на шетке алып қоя салайын. Қазір керек болады бізге. И осылай белгілеп аламыз. Ана жерге бір линия қойып жүру керек екен. И осылай қойып қоямыз. И осылай белгілейміз. И осылай қойып қоямыз. Мінекей. И осыны белгілеп аламыз да пипеткамен аламыз. Мінекей. Осымен логотип дайын болды. Мінекей. Достар, сіздерге егерде пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егерде логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз, Құдай қаласа.